Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын ореховый рулеттің рецептісімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстіне дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қантымызды, 2 желтогымызды және де сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, осы рецепттің төбесіне мен инстаграм парақшамды қалдырамын, оған да тіркеліп қойыңыздар. Массамызды араластырып болдық. Енді осы массамызға біз жұмсақ сары майымызды салатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің сұйық массамыз дайын болды. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Және де ситадан өткізу өте міндетті.